Сәлем достар, сіздермен Алима. Бүгін сіздерге дымбляма тағам рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер, керекті ингредиенттердің барлығын описанияға жазып кететін боламын. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Кішкене қуырғаннан кейін пиязымызды салып, пиязымыз қызарғанша тағы да қуырып алатын боламыз. Картошкамды турап алдым, еті мен пиязым қуырылды. Менің етімнің пиязымның суы шығып, осылай суы шығады. Мүлдем су құймаймыз, қыздар. Осы суымызға етіміз әбден жұмсақ болып пісетін болады. 15 минут етім мен пиязым жақсы пісті, орташа отта. Енді картошкамды салып жатырмын. Картошкамды салғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Біз етіміздің дәмін келтіріп, тұзын салып қойғанмын. Тұзын салып аласыздар. Етіңізбен пиязыңызды қуырған кезде енді картошкаңызды салып жақсылап араластырып аламыз. Картошкамыз қатты кезде жақсылап араластырып аламыз. Картошкамызға тұзы сіңіп тұру үшін бір рет қана араластырамыз. Картошкамыз қатты кезде, одан кейін араластырмаймыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін крышкамызды жауып 15 минутқа қоямыз. 15 минутта біздің картошкамыз кішкене жартылай пісетін болады. Мен мына жерде перецтерімді, чесногымды, капустамды дайындап қойдым. 15 минут өткеннен кейін перецтерімізді, көкөністеріміздің барлығын картошкамыз бен етіміздің бетіне саламыз. Ең бетіне капустамызды қоямыз. Неге көкөністерімізді ең соңынан салып жатырмыз? Картошкамен бірге емес деген сұрақ туындауы мүмкін сіздерден. Егер картошкамен бірге салсаңыздар, сіздердің перецтеріңіз езіліп кетеді. 15 минутта картошкамыз пісіп қалды деген кезде көкөністеріміз 15 минутта піседі, қыздар. Сол кезде салсаңыздар, көкөністеріңіз қатты пісіп кетпей, езіліп кетпей, дастарханға салған кезде де әдемі болып көрініп тұратын болады. Қуырдағымыздың суы толықтай тартылу қажет, сол кезде ғана дәмді болады. Егер де көкөністер салған кезде сіздердің суларыңыз тартылмаса, оттарыңызды қаттырақ қойып, суын толықтай тартқыздырып алыңыздар. Тек қана сіздердің құйған сұйық майларыңыз қана қалуы қажет. Сол кезде сіздердің сірнелеріңіз өте дәмді болады. 45 минутта менің сірнем дайын болды. Менің етім жас малдікі, сол себептен етім тез пісті. Егер сіздердікі үлкен малдікі болса, кішкене көбірек еттеріңізді қайнатыңыздар. Видеоны дәл осы жеріне дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, сіздермен бірге болған Алима Жарымбекқызы.